кез келген кәсіпті ашып жатқан мезгілде сол кәсіп туралы информацияны көп жинау керек. Информация жинамай кәсіпті бастап кету ол ақымақтық. Біреулер істеп жатады, өте күшті жүріп жатады ол кәсіп. Сен келесінде, ол істеп жатыр ғой, мен неғып істей алмаймын деп кіріп кету, ол нағыз тупойлық ол. Біреу бір кәсіпті дөңгелетіп жатса, значит, ол үшін біраз тер төккен адам. Ол бірден ешбір кәсіп дөңгелеп кетпейді. Сендер ойламаңдар, бағы жанып тұр екен. Бақ шаба ма, бап шаба ма деген бір мақал бар ғой. Көп айтады, бап шаппайды, бақ шабады дейді. Ол мен келіспеймін. Аллах әділетті. Кім тер төгеді, кім еңбек етеді, оның бағын жағады. Сол мезгілде бақ жанады. Екі бір болмайды ешқашан. Қараптан қарап тұрып, Аллах тағала бере салмайды ешкімге. Ол әділетсіздік болады. Біреулер айтады, біреу жүреді, бірде мынандай болып кетті деген ол далбасы әңгіме. Бір нәрсе алға қарай дөңгелеп жылжу үшін оған көп еңбек керек, тер керек. Сол мезгілде ол шыңдалады, ол кәсіп болады. Сол себепті ешбір кәсіпті информация алмай бастап кетпеңдер. Жақсылап информация алыңдар. Мысалы, бір маман болу үшін 4 жыл университет оқиды, 4 жыл. Ол 4 жылдан кейін ол мамандығы болады ма, болмай ма, оны білмейді. Рисковать етеді, 4 жыл уақытын береді, қаншама ақшасын береді. Одан кейін ең сорақысы бар ғой, сол мамандықты оқып жатқан мезгілде ол мамандық қатысы жоқ сабақтарды тығады ғой университетте. Миыңды ауыртып. Тіпті ол мамандыққа қатысы жоқ университетте сабақ береді, одан тапсырмасаң өткізбейді және. Оны тапсыруың керексің. Вот сорақы деген сол. 4 жыл миыңды ашытып, сөйтіп өтесің. Айтын дегенім не? Адам 4 жыл оқиды, содан кейін барып кәсіп алады. Сол сияқты сен бір кәсіпті бастайын деп жатқан мезгілде ол туралы жақсы ізденуің керексің. Мал кәсібін дөңгелету үшін, мына мал шаруашылығымен айналысып жүргендер бар ғой. Олардан еш нәрсе алмасаңдар болады. Шынымды айтайын. Мына КХ ашып алған, ТУ ашып алған, мынандай нелер бар. Кәсібін ашып отқандар бар, барып қарасаң, өте көп шикілік бар. Көбі субсидия, кредит соған жатып алған, батып алған. Ал олардан нені үйренуге болады малшылардан? Малшылардан атқа қалай міну керек, сиырды қай жерге бағу керек, қойды қай жерге бағу керек. Вот соларды үйренсеңіздер болады. Мысалы, сиырдың жайылатын жері мен қойдың жайылатын жері бір болмайды. Қой қалың шөпке жайылмайды. Сиыр қалың шөпте жайылады, жақсы жайылады. Сол сияқты айырмашылықтар бар. Ал кәсіпті дөңгелету үшін, вот қазіргі мезгілде өте көп информация бар. Сендер ойламаңдар, мал шаруашылығы мен мына супермаркет, гипермаркетті ашу екеуі екі түрлі деп ойламаңдар. Екеуі бір схемамен жүреді бизнесте. Оларға керек нәрсе саған да керек. Сол себепті алдына бір ешкі сиыр алып алам да, соны өсіріп жүре берем дейтін болсаңдар, ол кәсіп емес. Кәсіп деген даму. Сен үлкейтуің керексің, үлкейте беруің керексің. Бір орында тұрып қалуға болмайды кәсіп деген. Бір қалыпты тұрып қалды ма, ол өледі ол кәсіп. Мал шаруашылығын дамыту үшін, кәсіп қылып дамыту үшін саған финансовый грамотность керек. Міндетті түрде. Оны ешбір мал шаруашылығымен айналысып жүргендер оны көбі білмейді, 90% білмейді оны. Шаруашылығындағы расход пен доходтың қаншалықты болып жатқаны, оборот қанша, выручка қанша сенде. Сен расходтарды жұмсағаннан кейін сен қалтаңда бір нәрсе қалып жатыр ма? Қалып жатса қанша қалып жатыр? Сен қанша қалдыруың керексің? Қанша маржа қоюың керексің? Бәрін есептеуің керексің. Рынок қандай болып жатыр? Сен қанша мал өткізе аласың? Қанша немесе егін өткізе аласың? Сен қаншаға дейін көтеруге күшің бар? Бір жылда қаншаға дейін көтере аласың? Келесі жыл қандай жоспарың бар? Бұның бәрі міндетті түрде керек.